достар, сәлем баршаңызға, каналыма қош келіпсіздер. Бүгінгі көрсетілетін видео сіздерге зефирантес гүліне арналады. Зефирантес гүлінің ерекшелігін кеше тікелей эфирде сіздерге айтқан болатынмын. Тікелей эфирге шықтым, сохранить ете алмадым видеоны, сондықтан маған проблема болып келді бұл гүл. Және де оны қалай топырағынан ажыраттым, тамырлардың жағдайы қалай екен, ажыратқан кезде не істедім және гүл өзін қалай сезініп тұрды, барлығын тікелей эфирде қателігін айтқан болатын. Олай істемеңіздер деп айтқан болатын. Бұл гүлге сипаттама бердім. Енді қараңыздар, бұл гүлдің аты зефирантес. Қазір картинкаға сіздерге бұның қандай күшті, үлкен, пышный ғып гүл ашатынын көрсетем. Содан кейін бұл гүл, егер кімде-кім ерекше гүл ашатын гүл іздесе, және де соған қарамастан күтіміне қатты қажет етпейтін гүл іздесе, одан кейін қараңыздар, осындай ерекше тамырмен гүл іздесе, осы зефирантес гүлін алуға болады. Бұл гүлді гүлдеп тұрған кезде, жапырақтап тұрған кезде алуға болады, және де жалпы өзім гүлдетіп тамырлатып алам деген адамдар осындай пияз сатып алып, тамырлатып, отырғызып, өзіңіз сынуля жасасаңыз болады, яғни 0-ден бастасаңыз болады. Сонымен гүлсүйер қауым, бұны жалпы қалай отырғызамыз? Кеше маған өте үлкен құмырада келген болатын. Гүлдің ерекшелігі, қайталап өтейін, кешегі видеоны көргендер бар, көрмегендер бар. Жалпы жаңадан келіп жатқан көрермендер толыққанды ақпарат алғым келсе, қандай да бір гүліңізді өсіріп жатқан болсаңыз, сынуля бастан аяққа дейін күтімін жасауға керек ақпараттар іздеген болсаңыз, менің каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басып алыңыз. Себебі қоңырау белгісін баспасаңыз, сізге SMS келіп тұрмайды менің әрбір салған видеома. Бұл гүл тереңірек өсетін жақсы көреді. Қаншалықты сіз бұлай отырғызғаныңызбен, мына жерде тұр ғой, мысалы мына жерде, ол жыл өткен сайын бұлай төмендейді де астыға қарай тартылады міне. Осылай жайлап. Бұл неге? Топырағыңыз құнарлы болса ғана осындай действие жасайды. Бұл гүлдің ерекшелігі. Осы жуасы, пиязын астыға қарай тереңірек тастап, үлкен болып өседі. Сосын жапырақтары толсты болып, мынандай ені жағынан қалыңдап, әдемі болады да. Бұлар негізі қақиып тұратын гүлдер. Жалпы жапырағы осылай тұрғызған кезде осылай тіп-тік тұру керек. Мынау бүйтіп құлап жатыр міне. Бұл проблемный болып келді ғой енді маған. Сосын бұның ерекшелігі доллар гүлінің картошкасы бар ғой сіздерде, доллар гүлінің. Сол картошкасы сияқты. Енді қараңыздар, бұның сапалы сапасыз шіріп-шірмегенін қалай ажыратуға болады? Мына екеуінен салыстырайын. Міне қараңыздар. Мынау кішкене солыңқыраған, білесіздер ғой, астықта қалып солыңқыраған пиязды қандай болатын, және де бодрый тұрған пиязды қараңыздар. Енді екеуін салыстырған кезде екеуінде де тамыр бар. Негізі тамырсыз да ары қарай алып кетуге болады, өте шыдамды гүл. Енді ол тамырларын жылатын болсақ, астында тесік қалып қалады. Сосын бір ерекшелігі, мына пиязшық әдемі сақталғанда шірмей, өзі көрініп тұр, түрінен қатты екен. Ал мынау шіріп бастаған, көрдіңіздер ме? Ішіне қарай уже тесік түскен. Осы жағын қарайлаңыздар, потому что ары қарай оң күтімін жасамайтын болсаңыздар, бұл гүл жаңағы не қылады, шірейді де астынан құртады. Сосын мынандай үсіңкіреген жапырағы бар. Білмеймін, бұл терезенің алдына түсіп осындай болды ма, басқалай болды ма, әйтеуір маған осылай келді. Енді отырғызу барысында ауылдың универсальный топырағын таңдаймыз. Мен осындай астына тесіп алдым. Мен бұның тамырын қадағалап тұру керекпін. Сондықтан маған осындай үйде қол жетімді бар дүниеден жасаған нәрселер ұнайды. Себебі әрбір затқа ақшаны шығармастан, қазір қымбатшылық заманда барлықтарыңыз білесіздер, осыншалықты құм құйдым, 40%-на құйдым. Енді бұл гүлдерді осылай отырғызып көреміз. Қайсысы қалай тұрады, ортасына жақсырағын, шетіне кішкентайларын, ортасына үлкенін деген сияқты ғой. Пиязына қарай орналастырасыз және тамырына да қарайсыз. Мына бір пиязды шықпай тұрған, бұны тереңдетпей, қатты қалыңдатпай, осылай кішкене шығарыңқырап отырғызғым келіп тұр. Не, осылай ең оңай тәсіл және ең оңай күтімді қажет ететін гүл ғой. Бұл бір керемет, сізге қиындық сыйламайды. Кәдімгі доллар гүлінің картошкаларын қалай егесіздер, жоғарылатып. Бұны да тура солай егесіздер. Қатты тереңдетпейміз. Енді мына нелерін салып жіберейік. Осындай бетіне көрініп, маған көрініп тұратындай етіп. Сосын бұл бірақта суарған кезде өте қатты талапты қажет ететін гүл. Неге? Себебі
бұл суарған кезде егер пиязына су тиіп кететін болса шіриді. Өте керемет гүл. Неге бұл гүлді сіздерге ақпарат қылып көрсеткім келіп отыр? Неге бұл гүлді жыл 12 ай гүлдейтін, гүліздейтін кісілер болса, гүлімен мені қуантып тұрса, кейбір гүлдерім менің гүлдемейді деген кісілерге өте керемет гүл. Өсіріп алыңыздар, шынымен айтам. Әрбір үйде болу керек гүл. Мен осылай айтайыншы, алоядан кейін әрбір үйде болу керек гүл. Мынандай осындай жапырақ жоқ пияздар болса, осылай шығарыңқырап барып орналастырасыз, яғни отырғызасыз. Міне осылай, осындай тереңдікте, осындай күтімде, осы гүлді осылайнан отырғызып, әрі қарай күтімін жасайсыздар. Сосын жапырағым негізі, қараңыздар, жапырағым негізі осылай жан-жаққа тастағатыр, иә, міне. Құлап жатыр ғой. Негізі бұл құламайды, осылай тұру керек. Енді бұны мен бір таяқтың бойына жапырақтары үсіп, жапырақтарын байлап қоямын. Бұл біріншіден. Екіншіден, бұған мен жағдай жасаймын. Суаруына өте қатты мән беремін, және жарықты жақсы көреді, жарықты сүйеді. Жарыққа женский частиені қалай қоясыз, соның қасына қоя берсеңіз болады. Сондай женский части талап ететін жарықтарды бұл да жақсы көреді. Бар күтімі осы, қыздар, отырғызуы да осы. Просто кеше прямой эфирде көптеп ақпарат айтқан едім, соны сохранить ете алмай қалдым. Алдағы уақытта нәтижесімен ақпаратпен бөлісе беремін. Келесі видеода кездескенше қош сау саламатта болыңыздар.